Сәлем достар, сіздермен бірге Гүлсара. Бүгін сіздерге бауырдан өте дәмді әрі тойымды котлет жасау рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қараңыз. Бізге қажет ингредиенттер: жұмыртқа, картоп, сәбіз, бауыр, жуа, сарымсақ, ұн, сұйық май, сүт, тұз және бұрыш. Ең алдымен видеодағындай бауыр және көкөністерді ұсақтап турап аламыз. Блендер немесе мясорубканың көмегімен қажетті ингредиенттерімізді ұсақ өткізгіште өткізіп аламыз. Бауыр және көкөністерімізді қосып, жақсылап араластырамыз. Үстіне сүт, жұмыртқа, сұйық майды қосып, жақсылап араластырамыз. Достар, ұн қосқан кезде міндетті түрде тез-тезден араластырыңыз, себебі чөтпек қалып қоймас үшін. Татымына қарай тұз, бұрыш саламыз. Енді достар, қараңыздар, біздің массамыз өте сұйық та, өте қою да болмау керек. Бір қалыпты болу керек. Табамызды дайындаймыз, кесткінің көмегімен майлап, үстіне массаны бір ас қасықты толтырмай, дөңгелек формада осылай құйып шығамыз. Достар, міндетті түрде дайындап көріңіздер. Котлетамыздың әр жағын 2 минуттай қуырып аламыз. Видеодағындай болып пісу керек, қатты күйдіріп алмаңыз. Бір жасағаннан ақ шығады достар, міндетті түрде дайындап көріңіздер. Дәмі өте керемет болып шықты. Егер де видеом ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазыңыз. Сау болыңыз.